Одан кейін саусақтарыңыз 10 тонна болса да лайк басып таратыңыздар, басып жіберіңіздер деген сөзді неге күнде айта бересің дейді. Ой апа, мен оны бір-ақ рет айтқам. Ел соны қиып алып, оны әрбір сөзімнің басына соны жапсырып, соны қайталап отыр десем, түсінбейтін ел бар екен. Ой, қазақтан ақылды халық жоқ жер бетінде. Мен жер әлемде мына Африкадан басқа, Антарктикадан басқа жердің бәрін көріп қойған қазақпын. Жас күнімде, бойдақ күнімде тапқан ақшамның бәрін сапарға жіберген қазақпын. Атамның ұлы болғаннен әкемді тыңдамай, шешем тыңдамай, үйлен, ойбай, үйлен десе, қалған екі ұлың бар ғой, үйленсін. Немере сүйме десе, қалған екі ұлың бар ғой, сүйе беріңдер дейтінмін. Сөйтіп, менен бақытты қазақ жоқ, қаулайлым деп қадырып бүкіл жерді көрдім. Бірақ қазақтай ақылды халықты көрген жоқпын. Қазақтай дарқан кең халықты көрген жоқпын. Егер қандай да бір қауым қазақпен шығыса алмаса, қазақпен тату-тәтті өмір сүре алмаса, ол Құдайдың қарғысына қалған, Алланың лағнетіне ұшыраған қауым. Жер бетінде қазақтай кең халық жоқ. Қазақтың кеңдігі соншалық, жерін сұрасаң жерін береді. Аш келсең асын береді. Қаңғып қайыршы болып келген қаншама халықты бауырына басты қазақ халыққа. Осындай дарқан халық жер бетінде екінші бір халықты көрген жоқпын. Иә, біраз халықтар бар, кең күтіп алатын дарқан халықтар бар, бірақ қазақ сияқты халық жоқ. Тіпті қызын да береді, ай бейшара енді. Өсіп өніп өркендеші деп. Бірақ осы халықтың қадірін білмей, қазақтың қадірін білмей, өзінше балақтағы бейт басқа шықса, ол халық бейне Құдайдың қарғысына қалған Луттың қауымы сияқты. Құдайдың лағнетіне ұшыраған Нұхтың қауымы сияқты. Аллахтың лағнетіне қалған қауым. Жер бетінде қазақ сияқты кең, қазақ сияқты дарқан екінші бір халықты көрген емеспін мен. Мың сан халықты бауырына басып, кең боп өс-бөн өркендей бер деп отырған халық. Сол қазақтың намысын таптағысы келетін сүмелектер, қазақтың намысына тигісі келетін есерсоқ, Құдайдың қарғысына қалғандар, қазақтан басқа кез келген елге барса, қазақ жеріндегідей сия алмас еді. Қазақ жеріндегідей емін-еркін жүрмес еді. Ешқандай бір халық қазақтан басқа келімсекке ондай кеңдік танытпас еді. Ондай дарқандық танытпас еді. Қазақтың кеңдігін кемдікке балағандар, қазақтың жомарттығын жоқтыққа балағандар, қазақтың мінезінің дарқандығын әлсіздікке балағандар, түбі өкінесіңдер, мен сендерге айтам. Сендерді балақтағы бейтті басқа шығартып отырған Назарбаевтық, Тоқаевтық жүйе. Ертең қазақтың ұлтшыл жігіттері Қазақстанда билікке келген кезде 70 жетекелеріңді танытамыз. Назарбаевтық, Тоқаевтық 30 жылдық режим кезінде қазақты нақақ соттатқан, қазақтың қызын қорлаған, қазақтың намысына тиген барлық сүмелектер, барлық сұмырайлар Назарбаевқа арқа сүйеп, Мәсімовке арқа сүйеп, қазақтың намысын таптағандар. Біріншісі Аллахтың алдында қарғысқа қалдыңдар, қылып қойдыңдар қарғысқа. Әлі қарғыс жауып тұр сендерге. Екіншісі, ертең Қазақстан демократиялы ел болғанда, Қазақстан демократиялы ел болғанда, заң салтанат құрғанда, Назарбаевтық кездегі 30 жылдық архивті алып шығамыз. Назарбаевтық кездегі қазақты қорлаған, қазақты әдейіге таптаған 30 жылдық архивті алып шығамыз. Сол кезде бір-біріне есеп айырамыз. Қазіргі тайраңдап жүргендер, естеріңді жиыңдар, атаңа нәлеттер. Дүние алма кезек. Біріншісі Алладан қорқыңдар, Құдайдың қарғысы тиген. Қазақтың бейуаз қызын қорлап, қазақтың намысына тиіп, ол асқандық, ол Аллахқа қарсылық. Аллахтың қарғысы жаусын.
Осы зұлымдарды қорғағандар, осы зұлымдарды қолдағандар, қанатының астына алғандар, түрмеден шығарғандар, ақшаға арын сатқандар. Және соны ұлттың батыры қып, қазақтың әрбір әлсіз қызын сөйтіп қорласа, соны қызық көргендер, Аллахтың лағнеті жаусын. Ертең біз демократиялық Қазақстанды құрғанда, Назарбаевтық кездегі 30 жылдық ескі есепті аламыз. Қашып құтылмайсыңдар. Отыз жылдық архивті алып шығып, қазақты қорлаған, әрбір іс қозғалмаған делоның бәрін алып, әрбір қазақтың таяқ жеген, нақақ сотталған, жаламен кеткен жігіттер ақшасының көптігімен, Назарбаевтық, Мәсімовтік мына жүйеде, парақор бюрократиялық жүйеде сонысын ерлік, мықтылық көріп жүрген сұмырайлар. Сендердің жетәкелеріңді танытатын қазақ әлі шығады. Қалтаңдағы 5 теңгеңе мастанып, өтірік тарихшыларың жазған өтірік тарих қалданып, сендерге аш келгеніңде ас берген, жалаңаш қаңғып келгеніңде жер берген қазақ халқына осындай зұлымдық істейтін болсаңдар, Аллах қарғасын сендерді. Аллахтың лағнеті жаусын сендерге. Қазақтың қайсар ұлдары империялармен алысып, өркениеттерді жаратып және таратып, Орыс пен Қытайдың ортасында ғасырлап, мемлекет құрып осы жерді сақтап келді. Қазақ Советтің тепкісінен енді құтылып, Назарбаевтың зұлымдығында 30 жыл өмір сүрді. Қазақтың әлсіз кезінде балақтағы бит басқа шықпасын. Естеріңді жиыңдар. Бір күн құтырарсың, 2 күн құтырарсың. Біз Қазақстанның билігін қолға алғанда, біз демократияны орнатқан кезде, барлық қыз зорлаушылар, барлық ұрылар, барлық қылмыскерлер, барлық полиция, прокуратура, кейінгі судьяны сатып алғандар, жетекелеріңді танытып тұрып, шыңғыртып тұрып жетекелеріңді танытып, әлсіз қазақты, бейуаз қазақты басынып, зорлап, қорлап келген қылмыстарыңды беттеріңе басып тұр. Бүкіл адамзаттың алдында ешкім жақ бола алмайтын қалде, абыройларыңды төгіп, танытқанды сонда көресіңдер. Бірі Аллах қазақ жақта. Себебі қазақтың зәбірі жоқ өзгеге. Қазақтай дарқан халық, қазақтай кең халық жоқ жер бетінде, сұмырайлар. Аллахтың лағнеті болсын. Барлық педофилдерге, барлық қыз зорлағыштарға. Және осы педофил қыз зорлағыштарды соны ерлік көр, қорғаған, қолдаған, қанатының астына алған. Және оны мақтаныш сезіндіңдер. Аллахтың лағнеті болсын сендерге. Айыпқа бұйырмаңыздар. Ашумен ызадан біраз әңгіме айтып тастадық. Ашумен ызадан біраз әңгіме айтып тастадық. Айыпқа бұйырмаңыздар.
Жақсы, көңіл күйім бұзылып кетті. Эфирді өшіріп, сәлден кейін қайта шығып. Жақсы.